сәлем асылдарым, бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі бір жасағанын ұқсап шығатын кекстерді бірге дайындайтын боламыз. Бізге 1 стакан сұйық май, 1 стакан сүт, 1 стакан қант, разрыхитель, ванилин, 1 жұмыртқа керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқамызды, 1 стакан қантымызды салып, жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Үстінен сүтімізді, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ванилин салып жібереміз. 1 стакан ұнға разрыхителімізді салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салмамызға салып, 1 келкі болғанша түйіршіктер қалмау керек, жақсылап араластырып аламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіңіздер, немесе түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Міне бізде осындай сұйық 1 келкі масса шығады. Осындай қалыптар керек болады. Мен алдын ала дайындап алдым күнжітімді. Салмамызды қалыпымызға 1,5 қасықтан салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша, қалыптарыңыз үлкен болса 2 қасықтан салыңыздар. Ең бастысы қалыптарыңыз толып кетпесін. Толып кеткен жағдайда піскен уақытында кекстеріміз қалыпымыздан шығып, формасын бұзып алады. Өз қалауларыңызша кекс десеңіздер болады. Мен күнжіт септім. Сіздер мейіз, жаңғақ қоссаңыздар болады. Міне осылай барлық кекстеріміз дайындап, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне кекстеріміз үстіп көтеріліп, қызарып, пісіп шығады. Өте жұмсақ үлпілдек болып піседі. Отбасыларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.